Бүгінгі сабақта моделировать етеміз. Мына базовый лекал, бұл масштабный лекал. Осы жерде мен өзгерістерді көрсетемін, қалай лекалмен жұмыс жасау керек екенін. Бірінші жұмысты біз мойын ойындысынан бастаймыз. Мойынға жағамыз, мойын киім жақсы жайлы жату үшін мойын ойындысынан иыққа қарай мен өзімнің размеріме 1 сантиметр алдым, 1 сантиметр жетеді. Бұл арқа жағдай, арқа бойынан. Оны әдемі қылып қосамыз. Тек иықтан алдым, арқаға тиіскен жоқпын мен неге. Жақсылап көріп алыңыздар. Осылай қосып сызамыз. Мынау біздің жұмыс істейтін сызығымыз. Мынау емес, мынау карандаш. Екінші алдыңғы бойдан тура солай. Мойын ойындысынан иыққа қарай 1 сантиметр, мойын ойындысынан кеудеге қарай 1,5 сантиметр алдым. Мына жерге 1,5 сантиметр төмен түсіреміз. Мұнда 1 сантиметр. 1 сантиметр төмен түсіреміз. Әдемі қылып ойып аламыз. Карандашпен сызылған сызықтар біздің жұмыс сызығымыз. Кейін қайшымен осыны қиып алып тастаймыз. Енді қолтық ойындысынан мен өзімнің размеріме, міне мына проймадан төмен қарай 1 сантиметр алдым. Мынау біздің основной сызығымыз, басты. И осы сызықтан төмен қарай 1 сантиметр төмен түсірем. Біздің қолтықта жақсы жату үшін. Және осыны арқа бойының сызығына осы сызықпен деп қосамын әдемі қылып. Алдыңғы бойды да тура осылай қосамыз. Мен қолмен қоса салайын, мына жер масштабный болғаннан кейін. Бұл жерде ескере кететін бір нәрсе, мынау біздің ширина спинки. Қазақша қалай білмеймін, енді өзім орысша оқығаннан кейін бізде мынау ширина спинки. Мынаны сызған кезде, қолтық ойындысынан сызба жүргізген кезде былай қарай асып кетуге болмайды. Себебі бізде арқа кеңдігіне берілген бір арнайы өлшемді алып тастасаңыздар, кейін бұл сізде арқаңызды тартып тұратын болады. Дәл солай алдында да мына берілген сызықтан былай қарай асып сызбаймыз, болмайды. Себебі кеуде өлшеміне келген кезде алдыда артық сантиметрді алып тастайтын болсаңыз, ол сіздің кеудеңізді деп тартып тұратын болады. Денеге көйлек әдемі отырмайды. Енді осыны біз қиып аламыз. Мына жерде қараңыздар, мынау алдыңғы бойдың ұзындығы ғой, не сол лекалы ғой. Міне мен мына жерден линейкамен сыздым. Осы линейкамен сызылған бойынша қиып алып тастап отырмын. Сіздер де дәл солай жасайсыздар. Некені өзгеріс енгізілген сызбалармен жұмыс жасаймыз. Осылай қиып алып тастап отырасыздар. Ары қарай енді біз түйменің орнымен жұмыс жасаймыз. Түйменің орнында бізде түйме тұратын орынды полузанос деп айтады. Полузанос, яғни мынау бізде алдыңғы бойдың ортаңғы бөлігі. Демек, біздің тура мына жерде мінекей түйме түседі. Түйме түседі. Енді түйме бізде общий полузаностың өлшемі 4 сантиметр болады. Мен 4 сантиметр ғып жасадым. Жаңағыдай ғып тексеріп көйлекті тігіп көрген кезде 4 сантиметр әдемі болып көрінді. 3 сантиметр жіңішке болып кетті. Енді сіздер өздеріңіз қараңыздар. Егер 3 сантиметр қылғыларыңыз келсе, мына жердегі түйме тұратын полузаносты, онда 3-ті 2-ге бөлесіздер. Сонда 1,5 қылып алдыңғы бойдың тура ортасынан былай қарай 1,5 сантиметр жүргізесіздер. Ал мен 2 сантиметр жүргізем, себебі маған сол 2 сантиметрдегі өлшемі ұнады. Енді мінекей, мынау біздің алдыңғы бойдың ортасы. Осы ортадан былай қарай 2 сантиметр жүргіземіз, қыздар. 2 сантиметр. Сіздер қараңыздар. Егер маған ұнамайды десеңіздер, ширинасын полузаностың 5 сантиметрға қылуға болады. Онда 5-ті 2-ге бөлесіздер, сонда 2,5 сантиметр жүргізесіздер мұнда. Ширина полузаностың 3 сантиметр қылсаңыздар болады. Онда мына жерден былай қарай 1,5 сантиметр жүргізесіздер. 6 сантиметр қылуға болады, онда уже 3 сантиметр жүргізесіздер. 6 сантиметр ол деген үлкен жалпақ болып кетеді, ол әдемі болмайды. Ең ортаңғы нейтральный тексерілген өлшем ол сол общий полузаностың сантиметрі. 4 болды, мен сол 4-ті 2-ге бөлдім. Енді қазір осының ортасынан 2 сантиметр қылып алып тастаймын. Бұл бізде полузанос. 2 сантиметр қыламыз. Өлшейсіздер. Сосын деп алдын сызасыздар. Мынау бізде полузанос. Осының барлығында мынандай түйме тұрады.
мінекей мынандай алдыңғы жақ полузаносты қиып алып тастаймын. Мынау бізде полузанос көрдіңіздер ғой. Енді мына жерде шатасып кетпейміз. Мынау ортаңғы бой, мінекей, мынау ортасы. Осы жерге сгиб деп жазып қоямыз. Қателесіп кетпеу үшін. Мына жақ верх, жоғарғы жағы. Мына жақ низ. Міне, осылай жазып, пока қойып қоямыз. Қазір бұнымен ары қарай жұмыс жасаймыз. Ары қарай мен мында малярный скотчпен жабыстырып аламын. Қазір алдыңғы бойды малярный скотч тұрсын. Клей тұрсы жар, иә. Сіздер калькамен жұмыс жасайсыздар ғой, енді бұл жерде мен сіздерге былай көрсетейін екенін қозғалып кетпеу үшін. Жабыстырып алсам екен деп тұрмын, жабыстырып ала салайын, иә. Бізде выточка бар ғой. Так, бірінші выточкамен жұмыс жасайық, иә. Енді келесі кезекте біз выточкамен жұмыс жасаймыз. Боковойдан шамамен астына қарай 5 сантиметр түсіресіздер да выточканың ортасына қарай сызба жүргізесіздер. Жоқ. Қазір біз выточкамен жұмыс жасаймыз. Ол үшін бізге бірінші кеудедегі, мына жердегі выточканы мен қолтықтың астына жіберем. Ол үшін мынау қолтық ойындысынан төмен қарай 5-6 сантиметр алып кеуденің ортасына қарай деп сызамыз. Сызамыз да мынаны былай қиясыздар. Мінекей мен мынаны қиып дайындап қойған бағана. Сосын мынаны қиямыз, бірақ соңына дейін жеткізбейміз. Шамамен 0,1-0,2 миллиметр қалдырамыз. Сөйтеміз да астына калька бір нәрсе қоясыздар. Сөйтіп мына выточканы былай жабамыз. Мінекей. Мынау менде енді келмей қалды, потому что бұл масштабный ғой. А сіздер өздеріңіздің жаңағыдай нақты, әдемі сызылған лекалдарыңызда бұл келеді. Ол келу керек. Мінекей, сөйтеміз де алдыңғы выточканы жайлап кеудеге жібереміз. Және осы жерден сөйтіп жабамыз оны. Мінекей. Мен сәл трапеция жасағым келіп тұр. Себебі осылай тік күйінде, ешқандай өзгеріс күйінде моделировать еткен кездегі үстіге қонған көйлектің несі ұнамады маған. Сол себепті қонымдылығы ұнамады. Сол себепті қазір сәл трапеция қиғаламын. Ол үшін не істейміз? Ол үшін мінекей бізде мына кеуде точкасы тұр. Выточканың сызбасы тұр. Осы жерден ашамыз. Яғни сәл қиямыз. Иә? Нөл 2-0,1 миллиметр жеткізбейміз. Осылай тұру керек. Енді мен астындағы нені алып тастаймын қазір. Мына жерде белден төмен. Потому что мына қағаз ары қарай маған керек. Мінекей. Бізде жайлап уже кеңейіп жатыр да. Енді осы жерден көп қалдырмайыныз. Мен шамамен 3 сантиметр қалдырдым. Мына жерге 3 сантиметр кеңдік бердім. Сіздерге де солай кеңес берем, себебі үлкен кең болып кетсе, тоже дұрыс болмайды ол. Көйлектеріңіз үлкен болып кетеді. Сосын мына жерден тағы да мына выточка тұр ғой. Осы кеуде выточкасын екіге бөліп, ортасынан аштым. Ортасына да былай сыздым. Сызамыз. Сөйтеміз де қайтадан қиямыз. До конца қиып тастамаймыз. Шамамен 0,1-0,2 миллиметр қалу керек.
мінекей. Енді осыны бекітеміз. Мына жерге мен мынаны 3 мм-мен істегенімді бекітем. Жабыстырғанымды бекітем. Сосын мына жерге қайтадан 3 см бердім мен. Бұл жерде ескере кететін жайт, алдыңғы бойға қанша өлшем бірлігін бердіңіз, барлығы солай равномерно кетуі керек. Көйлек әдемі отыру үшін. Мына жерде енді осыны бекітіп жабыстырамыз. 3 см. Сонда біз алдыңғы бойға, мында трапеция болды ғой, трапеция, әдемі трапеция шықты. Мінекей. Енді ары қарай кеңдік қосамыз, былай қарай. Мынаның өзі мінекей әдемі болды, қыздар. Енді выточка. Мына жерде кеуде выточкасын, енді 2-1 сантиметрге қарай көтереміз. Менде мына жерде қатты білінген жоқ. Сіздердің кеуде өлшемдеріңізде бұл сәл-сәл мынандай 3 бұрыш болып қалады. Қорықпаймыз. 3 бұрышты алып, мына точкадан былай қарай 1,5-2 сантиметр, кеуделеріңіз үлкен болса, 1-2 сантиметр, кішірек болса 1,5 сантиметр белгілейсіздер. Сосын бұрышқа қарамайсыздар да, былай етіп түзу сызық сызамыз. Мінекей. Түзу сызық сызамыз. Сосын мынаны былай жабамыз, аккуратно. Енді ары қарай біз основной базада өзгеріс енгіздік. Мінекей, көйлегіміз бізде трапеция болып шықты, иә. Осы орайда менде мына базовый основаның жалпы сызбасын сызған кезде общий 6 см кеңдік бердім. Бірақ бұл кеңдік бізге аз етеді. Тар болып қалады, көйлек қимылдауға ыңғайсыз болады. Сол себепті біз мынау боковой частина қайтадан кеңдік береміз. Ол үшін қайтадан жанына осылай қағаз аласыздар. Қолтық ойындысынан шамамен 0,7 мм бердім мен. Белге 42 размерге болсын, басқа размерге болсын, 4,5-нан 6 см аралығында берсеңіздер болады. Ең кіші размерге мен 4,5 см бердім шамамен. Сосын етегіне 10 см қостым. 10 см бізге жеткілікті. Енді ескере кететін маңызды жайт, мінекей, мына бойдан мына бойға қарай өлшейсіздер. Осы өлшемді менде мысалы масштабный линейкамен мында 37 мм болып тұр. Осы 37 мм-ді мына жаққа былай алып келесіздер. Мінекей. Осы жерге келіп тұр менікі, осы қағаз біткен жерге келіп тұр. Сонда мына төменгі бөліктен біздің көйлегіміздің етегі бұрышқа қарай 0,5 мм көтеріледі. Ол нормально, солай көтерілу керек. Ненормальный, когда бұл түзу болып кетеді. Түзу болса біздің көйлегіміз бұрыш болып шығады. Егер сіздердің ондай өлшейтін мүмкіндіктеріңіз жоқ болса, 10 см қосасыздар. 10 см қосқаннан кейін мына бұрыштан 0,5 см көтеріп, әдемі етіп былай қоса саласыздар, болды. Мен енді бұл жерде қағазым жетпей тұр. Сөйтеміз де былай қиып аламыз. Біздің көйлегіміздің бір сызбасы дайын болды. Ары қарай енді изюминкамыз біздің мынау бел сызбасы. Жаңағы шетіндегі несін жасаймыз, мынау бел сызбасы. Бел мен кеуде сызбасын тура екіге бөлесіздер. 20 см болса 10 см қыламыз, 21 см болса онда 5 см қылып тура ортасынан бөлеміз. Ортасынан бөлгеннен кейін ішке қарай шамамен 1,5-2 см жүргіземіз. Аз десеңіздер 3-4 см жүргізсеңіздер болады. Осылай жүргіземіз. Көйлектің етегін екіге бөлеміз, өлшемізді екіге бөлеміз. Екіге бөлемізде былай қарай алдыңғы бойға қарай 1,5-2 см жүргіземіз. Көйлектің етегін екіге бөлеміз. Екіге бөлдім мен. Сосын екіге бөлгеннен кейін алдыңғы бойға қарай тағы да 1,5 немесе 2 см жүргіземіз. Мінекей, мына сызық. Сосын мына белмен бөлінген сызбамен, мына төмендегі сызбаны лекальный линейкамен қосамыз. Бірінші былай жүргізіп алсаңыздар болады, егер қиналсаңыздар ше. Мінекей, былай жүргізіп алсаңыздар болады. Сосын осы жерін былай лекальный линейкамен жүргіземіз. Мінекей, лекальный линейкамен жүргіземіз. Осыны енді қиып аламыз.
қиып аламыз. Мынау біздің алдыңғы бой, бұл осылай қалады. Болды. Осыны біз матаға салып пішіп аламыз. Ал мынаған жазамыз алдына. Алдыңғы бой. Себебі бұны біз ары қарай қайтадан моделировать етуіміз керек. Алдыңғы бой. Мына жерге боковой шов. Мына жерге передний шов. Бұл қазір бізге ары қарай жұмыс жасағанға керек болады. Мына жерде мынау бөксенің сызығы міндетті түрде тұру керек. Кейін көйлек тіккен кезде бізге қиыншылық тудырмау үшін. Енді бұны бір шетке қойып қоямыз да, артқы боймен жұмыс жасаймыз. Артқы бойда бізде не бар? Артқы бойда біз мойын ойындысын реттедік, қолтық ойындысын, яғни пройманы реттедік. Енді ары қарай бұл жерде де дәл солай выточкамен жұмыс жасаймыз, сосын кеңдікке береміз. Выточкамен жұмыс жасау үшін мына арқа бойдағындай выточканы қиып алып тастаймын. Мына жерде жаңа бір нені ұмытып кеттік қой, айтпақшы. Иықтан, кстати, иықтан мына жерден 6 сантиметр, мойын иықтан төмен қарай 6 сантиметр. И мына жақтан қол деймін, пройма жақтан 10 сантиметр өлшейсіздер. 10 сантиметр өлшейсіздер да. Бұлай сызып аласыздар. Сосын осыны қиямыз. Неке. Бұл бізде мына жерде погон болып тұрады ғой, сол ғой. Мынау плечевой шов деп жазамыз обязательно. Мына жақ плечевой шов. Қателесіп кетпеу үшін. Мына жер нагрудной шов. Мына жер мойын ойындысы. Мына жер иық ойындысы деп жазамыз. Артына 2 деталь. Основная ткань. Основной матадан 2 ткань. Не деп жазамыз неке. Бұл бізде бір деталь дайын тұр. Я? Ары қарай. Мына жерге тоже полочка. Полочка. Бағанағы сызған бойынша выточкаларды алып тастаймыз. Қағазда выточка ашық болу керек. Түсіп қалды мен дейін, сіздерде түспеу керек, ладно. Ең былай жазамыз. Полочка. Міне, мына жерде жаңа айттым ғой мен, боковой шов. Мына жерде боковой шов обязательно келу керек. Себебі мына матаны қиғанда, осы жерге насечка беріледі. Насечка берген кезде бізге мынау мен мынау деп келген кезде осыны бір-бірімен ұйқастыруға қиыншылық тудыртпау үшін мына сызбалар міндетті түрде болу керек. Жазамыз мында боковой шов. Средний шов. Полочка. 2 детали, 2 деталь. Яғни основной матадан 2 деталь қиып аламыз. Мынау алдыңғы бой осылай бірге кетеді. Артқы бойда да дәл солай. Выточканы ашамыз. Сәл-сәл жабамыз. Бәрін жауып самаңыздар, бәрін жапсаңыздар, таңқас проблема болады. Алдынан қанша қалдырдық? 3 сантиметр. Артынан да солай қалдырамыз 3 сантиметр. И мына пройма бар ғой. Міне осы жерден бір сызба жібереміз. И осы жерден ашамыз 3 сантиметрге кеңейтеміз. Сантиметрге кеңейтеміз. Равномерно кеңейді, көрдіңіздер ғой. Енді ары қарай. Дәл жаңағыдай қолтықтан мен примерно сіздер 1 сантиметр алсаңыздар болады. Мен 0,7 қостым. Белге 4,5-5 сантиметр қосасыздар. И етегіне жаңағыдай тура 10 сантиметр қосасыздар. Сөйтіп сызамыз бұны. Сызамыз. Артығын қиып алып тастаймыз. Мен артығын мына жаққа жабыстыра салайын. Сіздер калькамен жұмыс жасайсыздар ғой. Калькамен жұмыс жасағанда сәл-сәл түсініктірек болады.
етегі осындай болып доғал болып келу керек. Доғал болғанда мына жағынан мына сызбада 0,5 см ғана көтерілу керек. Ары қарай бізде мына алдыңғы бой бар, иә? Неке мына алдыңғы бойды былай қоясыздар да. Ең оңайы осы просто. Қоясыздар да, сызбаласыздар. Осы жерге енді жазамыз неке. Артқы бой. Боковой шов. Қателесіп қалмау үшін. Шов спинки. Мына екеуін былай шетке қойып қоямыз. Енді погонмен жұмыс жасаймыз. Мына жақтан 3 см алдым. Мына жақтан қарайсыздар енді өздеріңізге ыңғайлы. Мен 8 см алдым. Сіздер манекенге қойыңыздар, өздеріңіз қалайсыздар енді. Мынаны деп сызамыз. Сосын иықты. В принципе, көйлекте бұл жерін істемей ақ қойсаңыздар да болады. Алдына ғана сондай қылып кантовый декоративный элемент қалдырсаңыз ғана болады да, алдына. Арты осылай қала берсе болады. Жоқ, болмайды, артына да жасаймын десеңіз, ол артына жасап жатқан түрін мен көрсетіп жатырмын. Выточкадан қорықпаймыз. Қиып аламыз. Сосын осыны деп жабыстырамыз бір-біріне. Бұл жерге де жазамыз сосын. Мынау енді шын мәнінде деп бір-біріне келеді, киіледі, бірақ менде енді масштабный болғаннан кейін сәл-сәл қисық шығып тұр. Неке. Андай болды, сәл деп алып тастаймыз доғалғып. Ештеме етпейді. Қорықпаймыз, қыздар. Алып тастаймыз. Енді мында жазамыз. Шов проймы. Плечевой шов. Сосын 2 детали. Екі деталь основной матамен. Жазып қоямыз обязательно. Так, мынау арқасы. Енді мына жаққа жазамыз. Боковой шов. Мына жерге сгиб деп жазамыз. Сгиб дегеніміз екі матаны деп бүктейміз ғой. Мінеки. Мынау мата болса, мата деп бүктелінеді. Бүктелініп крайне тетілген жерін осылай сгиб деп айтамыз. Сгиб. Сіздер қиыватқан кезде естеріңізге түсіп тұратын жазудың барлығы. Мынау значит сгиб қой. Значит маған матаны екіге бүктеп, бүктелген жеріне осы лекалды қоюым керек деген ой пайда болады сіздерде. Сол үшін міндетті түрде жазамыз. Және бұл бір деталь. Яғни сіздерде общий бір деталь болады осындай. Бізде артқы бойдың детальдары дайын болды. Міне. Алдыңғы бойдың детальдары дайын болды. Осылай алып қойып қоямыз. Енді бұл қараңыздар, қыздар. Біз қазір лекал дайындалып жатырмыз ғой. Көбісі ойлайды, көбісі былай айтады. Маған матаға оңай пішудің жолын үйретіңізші дейді. Сіз каждый раз матаға пішкен сайын сіздің уақытыңыз кетеді оған. Осылай қағазға тексерілген күйде осылай бір пішіп қойсаңыз, бір размерде, мысалы 46, 48, 50 размерге өсейтіп дайын лекалдар жасап, шифонерге салып, болмаса жағдай бір сақтайтын жеріңізге сақтап қойсаңыз, бұл лекалдар бір форматта тұра береді. Осындай көйлек сұраса, осы қағазды деп аласыз да, қағазды матаға қиып салып тіге бересіздер. Мен өзім осылай үйренгеннен кейін маған осылай жеңіл. Алдына қағаздарды қиған, жабыстырған, ол біреуге қиын болып көрінуі мүмкін, бірақ маған қызық та, түсініп отырсыздар ма? Қызық. Сол үшін қиналмаңыздар, үйренуге әрдайым ниетте болыңыздар. Жақсы, енді көп сөйлемейін. Ары қарай мінекей бізде основной арқасы мен алдыңғы бойдың детальдары дайын болды. Енді шетіндегі юбкамен жұмыс жасаймыз. Мынау бізде артқы бой, мынау алдыңғы бой. Енді бұны бір-біріне былай қосамыз. Сіздерде енді жамау болады енді. Қосамыз. Мен қазір клеймен жұмыс жасап отырмын ғой. Ал сіздер мынандай
скотчпен жұмыс жасайсыздар. Осының бәрін осылай скотчпен жабыстырасыздар бір-біріне. Мінекей. Осылай келу керек. Мынау біздің бағанағы бөксенің сызығы. Мінекей. Мына сызылған сызығы қалай кеп тұр, солай келу керек. Мынау біздің бөксенің сызығы. Ең қызық жері осы да ғой. Бөксенің сызығы. Енді осыны сызығы. Енді осыны бөлеміз. Мен 3 сантиметрден бөлдім. Бұлай 3 сантиметр, бұлай 3 сантиметр, бұлай 3 сантиметр, бұлай 3 сантиметр, бұлай 3 сантиметр. Бір сызық кетті. Мынау біздің ортасындағы долевая нит болып қалады. Осы ортадан кетеді. 3 сантиметр. 3 сантиметр и 3 сантиметр. Енді қараңыздар. Мынай сызық жүргіземіз. Жаңа біздің боковой шовымыз ғой мынау. Енді қиямыз. Мынаны қимастан бұрын сызып алыңыздар. 1, 2 бөлік, 3 бөлік, 4 бөлік, 5 бөлік, 6 бөлік. 3 сантиметрден бөлген кезде өздеріңізде бөліктеріңіз шығады. Енді осыны деп бөлігімен қиып тастаймыз. Түсінбесеңіздер, бір сабақты бірнеше рет көріңіздер. Жарайды ма? Бір сабақты бірнеше рет ұялмай, түсінгендеріңізше көріңіздер. Мынау бізде қай жерде тұр? Мынау былай тұр ғой деймін. Мына қыз бір миды ашты түсіндіреді екен демеңіздер. Газет, пленка, негізі калька бола береді. Енді мінекей бөлігімен алдық қой. Енді мына ортасынан бастайсыздар. Ортасын жабыстырамыз. Мынау бөксе сызығы мынандай мен келген сызыққа келу керек мінекей. Кетті бірінші сызық, я? Енді осының арасына 2 сантиметр аласыздар да, екінші жағын сызасыздар. Екінші жағын жабыстырасыздар былай. Мінекей. Бөксе сызығы келу керек, қыздар, обязательно келу керек. Сосын мына жағынан 2 сантиметр алынды ма, мына жағынан да 2 сантиметр расширение кету керек бірдей. Арғарай 3-тен кейін 5-ші сызба. Міне, на боковой недегі сызық келу керек. На жақта 3 сантиметр или 2 сантиметр, на жақта да 2 или 3 сантиметр. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша аласыздар. И мында, міне. Боковой сызыққа қараймыз. Міне, 6-шының боковой сызығы мына сызбаға кеп тұр. Осылай сызып аламыз. Мынау біздің алдыңғы бой. Енді мында 3, оның алдына 2 түседі. Міне біздің боковой сызығымыз, бөксе сызығымыз мына сызыққа түседі. И соңғысы бірінші бөлік. Мына бөксе сызығы мына сызыққа түседі. Әдемі болып түсу керек еще. Міндетті түрде түсу керек. Әйтпесе бізде дұрыс отырмайды мата. Енді қараңыздар. Біз мына бөлінген мына жер бар ғой мінекей. Мына жер бар ғой. Мына выточканы жапқанда мынаған келеді, мынаған келеді. Енді осы жерге
осы жерге мына бөлігі мынандай равномерно мынандай сборкамен түсу үшін біз ортаға осындай не салдық, кеңдік салдық, сборка салдық. Енді біз мына жағын сборкамен деп алып келіп мына жаққа деп тіккен кезде басы әдемі сборкамен жатады да, мына көйлектің етегі валан болып тұрады. Түсіндіңіздер ғой? Біз соны істедік қазір. Енді осыны былай сызып, бас жағын просто былай алып келесіздер, әдемі қылып. Ештемес жоқ. Алып келесіздер да осыны енді қиып аласыздар. Моделирование осы ең қиыны, бірақ ең қызық жері. Осы моделированиемен неше түрлі көйлектер тігіледі. Жаңағы Нұршах, Медина деген Сақтағанованың ательелерінде олар сразу матаға пішпейді. Сөйтіп бірінші лекал дайындап алады да, содан кейін барып олардың цехтарында сақталып тұрады бұл лекалдар. Кейін жаңағыда индивидуальный пошив мындай кеп жатқан кезде просто осы базовый лекалдарды корректировать етіп, клиенттің үстіне қонатын қылып, алатын жеріне алады, қосатын жеріне қосады да, осы базовый лекалмен жұмыс жасай береді. Базовый конструкциямен. Ал базовый конструкция дегеніміз бізде осы міне бір деталь, етегі, мынау юбканың иық погондары, мынау артқы бой, мынау алдыңғы бой. Енді бізде қалғаны планка, сосын жағасы и жеңі қалды.